Рағд сүресі. Асы қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әлиф ләм мим ро. Бұл Құранның аяттары. Саған Раббың тарапынан түсірілген ақиқат. Бірақ адамдардың көбі сенбейді. Ол сондай Алла. Көктерді тірексіз көтерді. Көріп тұрсыңдар. Сонан соң ғаршыны меңгеріп, күн мен айды іске қосты. Олардың әрбірі бір белгілі мерзім үшін жүреді. Бүкіл істерді ол жолға қойып, аяттарды ашық баян етеді. Әрине, Раббыларыңа кездесетіндеріңе нанарсыңдар. Тағы ол сондай Алла, жерді төсеп, онда асқар таулар, өзендер жаратты. Әрі онда әр түрлі жемістерден екіден жұп етті. Түнді күндізге жабады. Шынында бұнда ойланатын қауым үшін дәлелдер бар. Жер жүзінде көршілес құрлықтар, жүзім бақшалары, егіндер және ашалы, ашасыз құрманың ағаштары бар. Бәрі бір сумен суарылады да, жемістерін бір-бірінен арылтамыз. Сөз жоқ, бұнда түсінген ел үшін дәлелдер бар. Егер таңғалсаң, олардың біз бір топырақ болған кезде жаңадан жаратыламыз ба деген сөздеріне таңырқау керек. Міне, бұлар Раббыларыңа қарсы болғандар, әрі бұлар мойындарында темір шынжырлар болатындар. Сондай-ақ бұлар тозақтықтар. Олар онда мәңгі қалады. Олар сенен жақсылықтан бұрын жедел жамандық тілейді. Расында бұлардан бұрын ғибрат аларлық мысалдар өткен болатын. Шәксіз Раббың адам баласын зұлымдықтарына қарсы жарылқау күшіне ие. Сондай-ақ Раббыңның азабы да қатты. Сондай қарсы болғандар, оған Раббыңнан бір мұғжиза неге келмейді дейді. Шын мәнінде сен бір ескертушісің. Сондай-ақ әр елдің бір жолбасшысы бар. Алла тағала әр ұрғашы жыныстың неге жүкті болғандығын және жатырлардың нені кемітіп, нені арылтқанын біледі. Оның жанында әр нәрсе өлшеулі. Ол көместі, көрнеуді білуші, аса ұлы, өте жоғары. Сендерден кім сөзді жасырса да, жарияласа да, және кім түнде жасырынып, күндіз шықса да, Аллаға бәрі бірдей. Әркімнің алдартынан Алланың әмірі бойынша өкшелеп қорғаушы періштелер бар. Расында бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оны өзгертпейді. Сондай-ақ, егер Алла бір қауымға бейнет тілесе, сонда оны ешбір қайтарушы жоқ. Әрі олар үшін Алладан өзге бір жәрдемші де жоқ. Ол сондай Алла, сендерге қорқу және үміт түрінде найзағайды көрсетіп, жаңбыр толы ауыр бұлттарды пайда қылады. Көктің гүрілі дәріптеп, періштелер қорқып, Алланы пәктейді. Алла найзағайларды жіберіп, қалағанына тигізеді. Олар Алла жайында таласады. Негізінде Алла орасан күшке ие. Шынайы тілек Аллаға тән. Олардың Алладан өзге тілегендері оларға ешбір жауап бермейді. Олар судың ауыздарына келуі үшін алақандарын жайған тәрізді. Тіпті су оған жетіп келмейді. Өйткені кәпірлердің тілегі мүлде қаңғырыс. Көктердегі және жердегі әркім әрі көлеңкелері ерікті, еріксіз түрде ертелі кеш Аллаға сәжде қылады. Олардан көктер мен жердің Раббысы кім деп сұрады. Алла деп жауап бер. Алланы қойып, тіпті өздеріне де пайда, зиян келтіре алмайтындарды еқылып алдыңдар ма? Де. Көрмейтін мен көретін, немесе жарық пен қараңғылықтар тең бе? Де. Я болмаса, олар Аллаға оның жаратқанындай жарататын жаратулары Алланың жаратуына ұқсас ортақтар қоса ма? Оларға айт, әр нәрсені жаратушы Алла, ол жалғыз аса өктем. Ол
Көктен жаңбыр жаудырды да, ойпаттар өз өлшеуі бойынша сел болып, көпірген көбікті қалқытып ақты. Сондай-ақ сәндік бұйым немесе аспап жасау үшін оған от жағып, еріткен металдарда да сондай-ақ көбік болады. Алла ақиқат пен жасандыны осылайша мысалдайды. Ал енді көбік кеуіп ұшып кетеді де, адам баласы пайдаланатын нәрсе жер бетінде тұрып қалады. Осылайша Алла мысал береді. Раббыларыңа бағынғандар үшін игілік бар. Ал оған бағынбағандар, егер бір тұтас жер жүзіндегі нәрселер және онымен бірге тағы сондай нәрсе олардікі болса да, өздерін құтқару үшін төлеуге берер еді. Міне, солар үшін есептің жаманы болады. Олардың орындары тозақ. Нендей жаман орын. Шын мәнінде, Раббың тарапынан саған түсірілгенді шындық деп білген кісі, соқыр кісімен тең бе? Бұны ақыл иелері ғана түсінеді. Олар сондай Алланың уәдесін орындағандар, әрі серттерін бұзбағандар. Олар Алланың жалғастырылуын әмір еткен нәрсесін жалғастырып, Раббыларынан қорқа отырып, есебінің жаман болуының қауіптенгендер. Раббыларының ризалығын іздеп, сәбір еткендер, намазды толық орындап, өздеріне берген несібемізден көрінеу, көмес пайдаландырғандар және жақсылық арқылы жамандықты кетіргендер, міне, ақырет жұртының табысы солардікі. Олар ғадын атты жәннаттарға кіреді. Аталарынан, жұбайларынан және ұрпақтарынан кім түзу болса, олар да кіреді. Періштелер әр есіктен олардың үстіне кіреді. Сабыр еткендерің үшін Алланың есендігі сендерге болсын. Соңғы жұрт нендей жақсы. Сондай Аллаға берген серттерін бекіткеннен кейін бұзғандар және Алланың бірлесуін бұйырған нәрселерді бөлгендер, әрі жер жүзінде бұзақылық істегендер, міне, лағнет осыларға. Сондай-ақ мекеннің жаманы солардікі. Алла тағала қалаған кісісінің несібесін кеңітіп тарылтады. Олар дүние тіршілігіне мәз болды. Негізінде дүние тіршілігі ақыреттің жанында тек қана бір күн көріс. Қарсы болғандар, пайғамбарға Раббысы тарапынан бір белгі неге түсірілмеді дейді. Расында Алла кімді қаласа адастырады да, өзіне бұрылғанды тура жолға салады де. Сондай иман келтіргендер, Алланы еске алу арқылы көңілдері жай тапқандар. Естеріңде болсын, Алланы еске алумен жүректер орнығады. Сондай иман келтіріп, ізгі іс істегендер, шаттықта, көркем орында солардікі. Осылайша, саған уахи еткенімізді Аллаға қарсы келгендерге оқуың үшін бір елге жібердік. Одан бұрын да көптеген елдер өткен болатын. Оларға, ол менің Раббым, одан басқа тәңір жоқ, оған тәуекел қылдым, қайтар жерімде сол, де. Олар, егер Құран арқылы таулар жүргізіліп, жер бөлшектеніп, және өліктер сөйлестірілсе де, сенбейді. Алайда барлық іс Аллаға тән. Мүміндер аңғармады ма? Алла қаласа еді, адамдарды тұтас тура жолға салар еді. Қарсы болғандарға Алланың уәдесі келгенге дейін қылықтарының салдарынан үнемі соққы жетеді, немесе жұрттарының маңына түседі. Күдіксіз Алла серттен таймайды. Расында сенен бұрын келген пайғамбарлар да тәлкек қылынған болатын. Сонда қарсы болғандарға кеңшілік беріп барып, сонан соң оларды қолға алдым. Азабым қандай? Әркімнің істеген ісін бақылаушы Алла емес пе? Сонда да олар Аллаға ортақтар қосты. Олардың аттарын атаңдар де. Аллаға жер жүзінде білмейтін бір нәрсенің хабарын беріп отырсыңдар ма? Немесе бос бір сөзбен ортақ қосасыңдар ма? Олай емес. Кәпірлерге айлакерлікті әдемі көрсетілді де, тура жолдан тосылды. Оларға дүние тіршілігінде азап бар. Әрине, ақыретте азабы тағы қатты. Сондай-ақ оларды Алладан ешбір қорғаушы жоқ. Сондай тақуалар үшін әзірленген жұмақтың мысалы.
астынан өзендер ағады. Оның жемістері және көлеңкелері мәңгілік. Міне, Алладан қорыққандардың соңы, қарсы келушілердің орны тозақ. Өздеріне кітап бергендеріміз саған түсірілген Құранға қуанады. Онымен қатар қарсы топтардан Құранның кей жерін мойындамайтындар да бар. Оларға шын мәнінде Аллаға құлшылық қылуға, әрі оған ешбір ортақ қоспауға бұйырылдым. Мен ол жаққа шақырамын, және қайтар жерімде сол жақте. Осылайша Құранды арабша үкім түрінде түсірдік. Саған ғылым келгеннен кейін, олардың көңілдері ауған тарапқа ілессең, сені Алладан арашалайтын бір дос не қорғаушы болмайды. Расында, сенен бұрын да пайғамбарлар жібергенбіз, оларға да жұбайлар, ұрпақтар бергенбіз. Ешбір пайғамбар Алланың рұқсатынсыз бір аят келтіре алмайды. Әр нәрсенің мезгілі жазулы. Алла тағала қалағанын өшіреді де қалдырады. Негізгі кітап оның қасында. Оларға уәде етілген кейбір уақиғаны саған көрсетсек те, не саған көрсетпей өлтірсек те, негізінде саған жалғастыру ғана міндет. Есебі бізге тән. Олардың жеріне келіп, әр тараптан кеміткенімізді көрмей ме? Үкімді Алла береді. Оның үкімін тойтарушы жоқ. Ол есепті тез көруші. Расында, бұлардан бұрынғылар да мекерлік қылған. Дегенмен, барлық шаралар Аллаға тән. Алла тағала әркімнің не істегенін біледі. Қарсы болушылар жақында дүниенің соңының кімдікі екенін біледі. Қарсы болғандар, сен пайғамбар емессің дейді. Оларға, мен сендердің арамызға куәлік жөнінде Алла және кітапты білгендер жетік де.